Qadrli dostlar, bugun endi 8 желтоқсан ayı. Şavkat bog'urimiz mana bizga jensa kelyaptir. Qutlu bo'lsin. Bileginden kuch-quvvat ketmesin osnay batırlar. Meni endi nega Şavkat degan batırimiz nega men taң qaldırgany? Mana bu yerde qarab tursanızlar mana. Ko'ribsizlar. Bir qizig'i qancha avdarmachi orcha söyletse de ol қазақша кәдімгідей жауап беріп жатыр. Өйткені бұл мәселе интеллекті деген сөзім ғой ол. Енді құдай қаласа инглиш тілінде үйренер, оған талпыныс бар, бірақ енді оны мен әрмен қарай нете жатармын. Қазір мен осы депутаттарға арнайы US International Keyboard не екенін түсіндіргім келеді. Енді бәріктерімізге мәлім, енді қазақ тілі Windows XP'ге дейін мүлдем қазақша баспады. Енді біздің әріптер өзі сол Windows XP'мен пайда болғасын, файлдың атын да қоятын болғасын, біз маймыл сияқты өзімізше ойладық, біз әрмен қарай қазақ тілін алып кетеміз деп. Өкінішке орай о да болмай жатыр. Оның себептері бар, мысалы, ол жаңа технологиялар пайда болды. Қазір міне браузерлердің заманында, міне өздеріңіз ойлаңыздар, браузер деген ол әрбір Қазақстан азаматын не істетіне қойытқан беріліп отыр. Егер бұрын біздің мына жерде Yellow Page дейтін бұрын әдейі сондай кітаптар шығушы еді, сонымен біз қолданушы едік, бір сайттың атын табу үшін біз дұрыс түрде тәжірибе еткені. Тек қана міне осы жерде поиск, енді іздеу деген сияқты счетчі машиналар ол кездері пайда болмады. Тек қана провайдер арқылы жұмыс істеді. Қазір счетчі машиналар пайда болды, іздеу машиналар. Сол себептен көріп тұрсыздар ғой. Қазір неге браузерлар бірімен аса күресіп жатыр? Міне олар өйткені сіздерге браузер берсе, Яндекс болсын, не болса Microsoft Edge болсын, не болмаса бізде аса Google Chrome. Міне осы жерде сіз не іздейсіз? Сонымен болады жағдай. Жарайды, енді сол іздеу машиналарды қоя тұрайық. Енді бізге мен неге айтып жатқаным, біз осы қазақ тілін интернетте латынсыз дамыта алмаймыз. Себебі бұны жуырда ғана айтпақшы, осы Асылтас ТВ-інде біздің Асқар Жұмаділдаев академигіміз қарсы болып еді латынға, бірақ кейінгі кезде тағы да өзгерді ойлары. Енді білесіздер, алдында осы бір жыл бұрын мен ойымша ол президенттің қабылдауында болды. Және де бір латын мәселесі жөнінде ұсыныс қойды, сосын керісінше оймен шықты. Сосын тағы да енді осы латынға байланысты осы алды күні ғана көрдім. Оның интервьюін осы Асылтас ТВ-інде енді өзіне телефон соқты, құттықтап, ойлары өте жақсы болды. Осы инглиш тіліне біз аса назар аударуымыз керек. Біз енді оны жалпы біздің тәжірибе емес, Қазақстан тәжірибесі емес, қазір енді Америка, Құдайға шүкір, Европа елдеріне барып жатқан. Ол кәдімгі алдымызда болып кеткен іс. Ол бізге, біз тек қана сол іс арқылы келе жатырмыз, тәуелсіздік алғасын. Құдайға шүкір, сол Қазақстанымыз осымен қолданып қап дами бере жатсын. Енді мен айтайын, міне егер біз міне осы экранда көріп жатсыз мен мышкам, міне бізге Ö керек, міне Ö керек, O керек, сосын Ö керек. Ол проблема жоқ. Қазір мен әдейі бұны сіздерге көрсетуге тырысайын, бұмен қалай қолдануды. Кешесіздер. Мұнда бұлай не текті, бұлай қойайық. Бұл жерге неміз не текті. Бұны біз бұлай алып тастасақ та болады. Ал міне, осыны қалай қолдансақ болады? Оны орнату жағы енді ол үшін мына жаққа бару керек, параметрге барасыздар, оны орнатасыздар, оған енді уақыт нете бермейін. English'ке барасыздар да, ол жерде option болады. Енді бәріктер көбінесе орысша, Windows'тары. Ол жерлер бәрі параметрі, сосын
Parametr языка клавиатура, parametr клавиатура деп шығады. Соны қарайсыздар. Қандай клавиатура? International Keyboard US, менікі инглишше болғасын Windows, сіздерде орысша болғасын международный клавиатура US-ті орнатасыздар, ананы алып тастайсыздар. Мен ойымша қиын емес, өйткені padlet.com-ға барсаңыздар, ABCNet деп шығарсаңыздар, ол жерде padlet.com да шығады. Ол жерде Агротех университеті 7 секундта орнатты бұл нені. Ал мен жай ғана сіздерге көрсетейін енді, бұны өшіп ұстап, міне мысалы, мына жерге міне осыған неге барсаңыздар, міне сосын және мынаған бассаңыздар, өге мысалы, шығады. Мысалы, мынаған тағы да міне тағы да айтады, міне апострофқа басып, тағы да өні бассаңыздар, не болмаса мынаны басып, не болмаса керек болса, міне мынаған, міне айтып отқан тағы керек болса, міне міне керек болса. Мен просто алдын ала басып қалдым сол. Бірінші оны басады, апостроф. Сосын апостроф басып, оны shift үлкенді бассаңыздар, о да шығады. Мынаны бассаңыздар, о да шығады. Проблема мында емес. Бірақ ең бізге ұтымды жағдайы мында. Мен аны алып тастайын енді, бұны үлкейтейін. Өздері ойлаңыздар, міне. Біздің Асқар Жұмаділдәуенді математик қой, міне енді ол кісі біледі, міне. Қандай ол мүмкіншіліктер бізге әкеледі қазақ әрпінен. Міне дәрежелер. Бізде мысалы Астанада не ашылды? Астана международный финансовый центр дейді ғой енді. Сол. Біз Назарбаев мырзамыз ашып еді ғой енді елбасымыз. Өздеріңіз ойлаңыздар. Оларға да бір өте лайықты. Және мен осы жөнінде әсел фамилиясын аузымда тұрады. Жантілесім екен. Міне долларында бар. Паунда бар, евронызда бар, керек болса иеніңізге бар. Ешқандай проблема жоқ. Кез келген символдар, міне ең көп қолданатын мынау мысалы, e-mail. Міне көріп тұрсыздар ма жағдайды? Біз неге ұтылып қалдық? Бізде қару жарақ болмады. Керек десеңіз енді кез келген тілге дамытатын аспаптар керек. Енді мен әдейі осы егемен Қазақстанға осы жөнінде мақала да жібердім. Қазақ тілі қарусыз тіл ешқашанда мемлекет тіл болған жоқ, оны баспады. Әйтеуір біздің егемен Қазақстан енді білмеймін енді. Сол егемендігін керісінше біздің егемендігі антиегемендік нәтижесін жасап жатыр ғой. Қазправда ол мүлдем баспады енді, оны Қазправданың несі ол масқара, енді 30 жыл бойы тәжірибеміз бар. 30 жыл бойы деп кешіріңіздер. 89 жылдан бастап міне 35 жылдан асып кетті. Қанша ұсынып жатырмын осы Қазправдаға, ол енді олар біледі. Мен енді саяси тәжірибесі мен енді озған ғой өйткені білесіздер олар. Біздің Ақорданың ішінде жүреді. Мемлекеттік министрлікте ішінде біледі, не істеп не қоятын. Жарайды, енді мұны көріп тұрсыздар, қандай мүмкіншілік беретін осы International Keyboard US бізге енді. Және де ол ең қызығы бізге мысалы бірнеше нұсқалар тажабады. Пожалуйста, сол нұсқаларда, соның ішінде міне Ч әрпі түріктерде. Бізге Ч әрпі қазақ тілінде аз қолданады. Бізге Х әрпі көп қолданады. Міне, бірақ GH мына жерде жақын. Bunu көріп тұрсыздар ма? GH. Басқасы SH. О да бір сондай алыстырған жоқ енді. Ш әрпі бізде көп қолданатын баршылық енді. Жарайды енді әрмен қарай кетейік. Мен бағана шет жаға сындырдым ғой енді. Мына жақта неге мысалы осы жөнді. Осы жөнді бізге өзі біздің тіл комитетті бізге өзі осы білесіздер, үш нұсқаны бізге ниеті біздің қазақ тіліне өте үлкен кедергі жасады. Оны жуырда мен өтінішке тағы да жаздым. Міне. Мен өтініштері міне жуырда тағы да жаздым. Енді біздің премьер-министрім Олжас Бектенов жақсы біледі. Бірақ ең қызы мен Олжас Бектеновке жазып жатырмын. Бірақ бұл мен немді міне қарар авторлары қараңыз міне. Кім қарау керек? Мен білмеймін, алдында міне Саясат Нұрбекке де барады міне. Одан кейін ол кете береді. Енді кім электронды үкіметті жақсы біледі, міне Щеглова Динара, айтпас Щеглова Динара мен 20 жылдан астам білетін шығармын сол. Соны біздің жерде қашан пайда болды, содан бері. Ол кісі де жақсы біледі Динара.
Бірақ 23 осы қараша айында, ноябрь айында біздің Назарбаевтың университетінде департамент сөйлеу дейтін сондай application шығарыпты. Application сонда қалай айтуға болады, программа аударатын 4 тілді: қазақ, орысша, енді инглишше және түркше. Мұнда мен тағы да айтатын жері, өзі бір қызығы, бізде сондай бір-бірімен байланыс жоқ па деп ойлаймын. Бір мемлекет, бірақ байланыс бір-бірімен жоқ. Себебі өздеріңіз ойлаңызшы, біз 20 миллион халық бар. Соның көпшілігі қайда жұмыс істейді? Интернетте. Олар Назарбаев көбі, Назарбаев университет бар, жоғын ешкімге оның қажеті жоқ па деп ойлаймын. Бізге бәрі қолдарында смартфон. Енді аудармаға келсе, олар әрине барып, егер Google Chrome'мен мысалы 80% Қазақстан халқысы пайда болса, олар қайда барады? Әрине Google Chrome'ға барады. Әрине осы аудармаға барады. Міне, осы аудармаға. Жуырда осы аударма қазір қазақшада жұмыс істейтін болды. Тағы да айтайын, жуырда ғана, осы сентябрьдің басында болуға тиіс. Кармен әдейі речевой вводты, сәлеметсіздер ма? Жуырда ғана Google Translate қазақша сөйлейтін болды. Енді қайта мен осымен қазір Ингландта болғасын, мен 5G-мен қолданып жатырмын. Қайта скорость Құдайға шүкір, енді жылдамдылық. Сол үшін кішкене осыған. Бірақ енді байқасаңыздар, Құдайға шүкір, ол баршылық. Бірақ біз бұнымен, жаңа алдында айтып жатырмын ғой мен, бұнымен біз тағы да алданып қалмайық. Бұл технологиялар бізге ақырын жол ашып жатыр. Осы Кирилл әліппесінде де қазақ тіліне жол ашып жатыр. Сіздерге не керек деген. Тіпті керек десең, қарсы сіздерге басқа да не айтайын. Ол қазір міне біздің қазір міне қазақшасы image. Қазақшасын қойын. Міне жаңа немді аударып шықты, міне көріптісіздер міне. Енді мен жазуым сонша оңып тұрған жоқ. Осылай міне. Пишу міне на тестовой странице, міне көріптісіздер ме? Тіпті танып жатыр міне. Жазғанымды танып аударды. Вот так. Енді мұнда тіпті қызық жағдай бар. Енді қазір мен жерде қазақ тілін айтайын. Қазақ тілін, мен басқа тілін етейін. Неге? Қазір мұнда тағы да бір мүмкіншілік бар. Осы біз қазақ тілді нелерге мен тіпті керек болса веб-сайт қалай. Енді документтер оны қажет жоқ па деп ойлаймын. Документтер де аударады. Word деген олды. Міне, мысалы, BBC-ді алайықшы өзі. BBC.com. Бұл әрине өте күрделі. Өте күрделі, өйткені қалай өте көп информация бұл веб-сайт. Сол үшін қазақ тіліне аударып көрейік қазір BBC English. BBC-ді қазақ тіліне аударып көрейік. Кәне, сразу осы нені қазақ тіліне бұйырайық та міне. Қарып көрейік. Міне қазақ тіліне аударып жатыр. Көріпсіздер де. Біз сондай деңгейде, бұл жуырда ғана мен тағы да айтайын деген, ол жаңа технология. Өйткені әрбір үлкен компаниялар, білесіздер ғой, қазір нарық, браузерлер сол үшін күресіп жатыр. Бір-біріне. Браузер деген мен жаңағы айтып кеттім, өздеріңіз ойлаңызшы. Мына жерде информация, ақпарат үшін күрес. Өздеріңіз ойлаңыз, сіз мысалы бірдемемен қолданып жатсыз, бірдеме аштыңыз, қандай бірдеме не болмаса, сондай қылмыскер болдыңыз, Құдай сақтасын, одан гөрі. Не болмаса, сондай ғұлама адам болып жатсыз, бірдеме ашқыңыз келеді. Сіз мына жерге андай-мындай іздеу үшін мына жерге жасайсыз. Бұны браузерлер түсініп жатады. Қандай IP адрестен шықты, кім ол, өйткені сізде аккаунт болады. Аккаунт деген анау кәдімгі, енді орысша учетный запись деген. Сізді IP адрес не деп жатқанын бәрін біліп отырады. Енді өздеріңіз сол себептен ол қазір мысалы финтех, біздің Каспий мысалы, олар да зерттеп жатады. Сосын e-коммерция мысалы,
қандай сіз мысалы қандай тауар керек деп іздейсіз, олар осы бұрын дефицит болып еді, қазір дефицит жоқ нарық экономикасында. Қайта тырысады сол дефицитті жедел түрде құрту үшін. Өйткені пайда керек. Қазір әлем солай дамып жатыр. Қаражатпен енді. Кімде қаражат бар сол. Сол үшін мен айта кетейін деген жағдай, мен неге вот қазір кешіріңіздер, қазір мен сіздерге бір ақпаратымды ашайын. Жайт. Тағы да жайт енді өзімді көрсетіп салайын енді арасында. Міне, неге латынды бағана айтады. Міне, extension ABC.NET әбден аударылған. Міне қазір мен сіздерге міне басып, міне, руханият, президент дейтін сразу осылай жазылады, міне, көріпсіздер. Өйткені ол инглишеде әлем осылай жазылады. Неміс тілі болсын, не болсын. Абай да міне осылай жазылуға тиіс, өздеріңізді білесіздер, неге уайаны. Міне мысал Қасым-Жомарт Тоқаев, міне. Неге мен осылай жазып жатырмын. Біздің Астана Таймс газетінде, кеше ол неге жұмыс істемей жатыр, өйткені сілтеме. Қазір біз қайтадан қазақшаға барайық. Міне. Қатар әмірін міне. Тағы да жеріне етсеңіз, тағы да проблема жоқ міне. Азияны біз тағы да S арқылы жазуымыз керек. Президент дейтін мысалы, міне, Қасым-Жомарт Тоқаев мен әдейі осылай жазамын. Бірақ бізде инглиш тілінің нелері, мысалы Астана Таймс газеті, осы жуырда мен байқағаным, басқаша жазады Қасым-Жомарт Тоқаев, K арқылы жазады, міне. Ол да мына жерде де міне анау әріптері. Біз егер латын әліппесіне көшіп, тиісті дәрежеде осыған ережелер қалдансақ, біздің қазақ тілі ешқайда кетпейді. Қайта инглиш тілі бізге қазақ тіліне бейімделе бастайды. Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан біріншісі Q арқылы жазу керек деп. Осы менюді меню деп жазу керек. Қазақ тілі дамыған сайын латынша ешқандай проблема болмайды. Және вот өзіңіз қараңыз, міне. Міне, URL. Қасым-Жомарт Тоқаев Қатар әмірінемен кездесті. Бұл жақсы нәрсе. Бірақ мына жерде ZH. Ол қажет жоқ еді. J арқылы қолдану керек. Өйткені түрк әлемінде Ж әрпі жәрі осы. Тағы да Қатар әмірінен кездесті. Басқасы бәрі жақсы. Вот міне. Өйткені неге іздеу машиналары ең бірінші осы жерді іздейді. Сосын мұн жерде таба алмаса, басқаша контент. Ол уақыт. Ол бірде таба ма, бірде таппай ма. Бағана мен шет жағасын көрсеттім ғой, желі. Так, оны қазір бағана мен нетіп көрейін. Неге бізде кейбір қателіктер. Так, Google.com деп қана қалдырайшы. Өйткені мұнда тағы да айтып кететін. Міне мін жерде. Неге мен осы строканы алып отырмын, стринді енді. Строка дегенде қазақша мен аударманы таптым, бірақ сызық дейді. Енді ол сызық емес шығар енді. Стрин деген сол себептен осындай жерде инглиш. Мін жерде мысалы сіздер білесіз, орысша проблема жоқ. Қазір микрофонмен сөйлесем проблема. Бірақ қазір мен қабылдам, себебі менде инглиш. Ол үшін тағы да неге бару керек? Настройка барып, қайтадан өту керек. Мына жерде инглишше проблема жоқ. Бірақ осы жерде қазақ тілі жұмыс емес, ол да үлкен проблема. Соны бізге енгізу керек. Қазір бірақ Google Translate'те ол шығып тұр. Сол технологиясы мұнда кіргізу керек, браузер. Бірақ браузерлерде ол кіргізу үшін, мен білмеймін енді, ол үшін настройкаға барып, қазақ тілін пайдалану керек. Бірақ қазақ тілін пайдаланса тағы да проблема бір түрі, себебі көп деректер банкісі қазақша жоқ. Сол себептен біздің де жастар неге орыс тілімен қолданады? Өйткені алдында солай болып кетті. Интернетте мысалы инглиш тіліне олар екінші тіл болып оны қолданса, интернетте білесіздер, 80-85% бүкіл ақпарат инглиш тілінде. Өйткені кез келген мемлекет көбінесе екінші тіл деп веб-сайттарын екінші тіл инглиш жазады. Қытай, Чайнаның өзі де. Так, мен қартады. Қадірлі достар, міне. Неге не жеттік осы клавиатураны тауып, міне көріп тұрсыздар, міне.
aslında orusça misal. Бұл 9'ar bireunde var, bireunde жоқ onu. Ешкім қолдамайды себебі іс жүргізу мүлдем Қазақстанда жоқ қой енді. Осыны айта кетейін дегенім міне. Так, енді қазір мен басқа нәрсені көрсеткім келеді. Міне, мысалы Джорджияда, Грузияда жағдай қажет жоқ. Бүгін қазір сол Джорджияның несін көрейік. Грузияның. Кибордың 1990 жылы Мәскеуде мен әдейі осыған қатысқам да, осы бүкіл компьютерлердің көрмесі болған. Ең бірінші совет үкіметі мир персональный компьютер. Сонда мен бір грузиндерге естіргем, олар қалай осы грузин тілін бейімделді көрген. Енді бұл міне мысалы оларда міне 33 әріп екен Джорджияда, инглиш тілінде 26. Енді соған қарамастан міне өйткені орыс не тілінде де 30, бірақ соған қарамастан сіз мұндай клавиатураны Джорджияда таба алмайсыз. Олар мүлдем қолданбайды. Олар жаңа мен сізге көрсеткен әліппемен қолданады. Қазір. Міне енді міне үстіңгі ғана бар. QWERTY, бірақ мынау 4 әліппе мен сынып отырған ол жоқ оларда. QWERTYмен қолданады. Бірі енді біз International Keyboard US қолдансақ, ол тіпті ұтымды. Енді бағана мен алдында айтып жатырмын ғой міне. Мынаның астындағы символдар бізге қажет жоқ. Біз бар қолданатымыз міне осы. Болды. Астында жаңа алдында көрсетіп кеткен астында енді орысша. Бірақ өздеріңіз ойлаңыздар. Мынау QWERTY үстіндегі әріптер уже әбден миға сіңіп кеткен. Мен әдейі Батумидің несіне университеті бар, бәрін зерттеп көрдім. Мынансаңыздар, біреуінде де грузия. Олардың миларында мына жерінде есебе А әрпі оларда дауыс бар, А. С, Д деген мысалы. Енді мен Д, Ф деп атқаным, ол да дыбыс. Бірақ әріптер менде G, H, J, K, L деп болса кете береді. Енді Грузияда білесіздер, жастар бәрі Арменияның өзінде де мүлдем жастар тек қана осылай. Олардың да клавиатурасында сіздер ондай әріптер таба алмайсыздар, жаңа мен көрсеткенде. Осылай міне қолдана береді. Және оларда ең жақсы нәрсе, олар Windows'ты English тілде қолданады. Мысалы, неге English тілде? Енді білесіздер, әлемде осы бір ол интернеттен мәлімдеме ол басқа где-то бір 50%, әлем 50%, мүмкін 60% ма, сол Windows'ты English тілінде қолданады. Мысалы, Индия 1,5 миллиард, Пакистан, Индонезияны алды, бәрі 200 миллион халықтан астам. Найджерияны алайық, Африка мемлекеттерін, олар міне 200 миллионнан астам халықтар. Осылай санаса берсек, міне бізде мысалы Орта Азия мемлекеттері, міне қазір біз неге айтып жатырмыз орысшаланған деп енді. Путин дұрыс айтады, Қазақстан әбден орысшаланған. Өйткені ең басында 90 жылы компьютер пайда салысы болды емеспен. Біз амалсыз осы компьютерге бейімделеміз, компьютер үйренеміз деп қазір міне түрлі Қазақстанда міне программисттер, түрлі балалар бәрін үйретіп қалып, бәрі орысша. Енді біз қалай сол ортаман қазақ тілін дамимыз. Міне тағы да осыған міне қарсы тұратын осы ABCNet әліпбиге әбден бейімделген бұны қолданған жөн бе деп ойлаймын. Жарайды, мен бағана тағы да не айтып кетпедім, бірдемелерді мен айтқым келді. Қарпы сіздердің көзінше интернет. Міне мен неге естім ойын. Мысалы, оқушылар қазір мысалы килограмм, секунда болсы міне. Енді бәрін мен біле қоймаймын да сөзінше. Өздерін ойланышса міне. Бәрін латынша жазылады міне. Метр десеңіз, килограмм міне, ампер. Айтпақшы бізге міне
W дейді. W'ді мен бостан босқа айтып жатқан жоқпын. Ол да C, W ол әріптер бізге қосымша ретінде біздің әліпбиге қосылу керек. Эбитнетте ол да ескерілген. Например, Windows'ы біз қалай жазамыз? Windows сияқты, Washington сияқты жазыла беру керек. Бірақ міне жерге келгенде міне секунд болсын, міне кандела болсын, міне нені свет несін өшетін, міне бұлар кәдімгі сонда инженерлеріміз өте сауатты болады. Әлемге бейімделіп тұрады. Олсыз біз болмайды міне. Енді егер біз сортама герц болсын, мына жерде міне килогерц, мегагерц, киловатт, ол кәдімгі өз біздің электростанцияларда W, енді өздеріңізді счетчиктеріңізді біз ватты уже W жазамыз ғой, бәрін өзі киловатт болсын. Вот міне. Бағана мен осы туралы ұмытып кеттім. Сортаман мысалы Менделеев мен осыған арнайы алдында мен посттар жазып кеттім, айтпақшы. Енді сіздер Facebook'қа кірсеңіздер, міне Facebook'қа кірсеңіздер. Facebook оны Facebook'қа кіріп, осы параққа неге мен дәлелдеп жатқанымды сөзімді, өйткені сөзімді дәлелдеу үшін сол сіздерге шығып жатқаным. Осы жедел түрде сіздерге көрсете салайын дегенім ғой. Осыған байланысты мен әдейі жасағам да. Мүмкін емес. Міне көрсеңіз келсе бізде электрондық үкіметке байланысты біз қазақша егов өзінде қолдана алмаймыз міне. Егер сіздерге міне осы міне жерге кірсеңіздер, Facebook аймақ десеңіз, міне оны опа ғой, сіздер қазір мен жазып жатырмын ғой. Жазғаша түрде кірсеңіздер, міне көресіздер. Қандай біз қалай егоппен қазақша қолданамыз осыдан кейін. Жаңа өтініште мен кіргенде сіздерге айтуға ұмытып кеттім, бірақ міне. Бұл жөнінде мен өте жақсы білемін. Бұл жөнінде мен әдейі арнайы жазғамда, міне осы міне. Әдейі осы бағана міне Олжас Бектеновке жазған міне соған дейін пост бар. Кім енді нетке. Бірақ мен енді міне жерде бүкіл компьютерлі программалар міне көбінесе Рашидан енді олар мен Руси деп жатқан жазғанмын. Көбінесе міне егер іс жүргізсек міне Анез бухгалтерден бастау керек міне Қазақстанда. Анез бухгалтерін қалай бастаймыз, егер біз компьютерде кәдімгі нөмірлер таба алмасақ. Ол әбден бізді байлап қойған деген сөз. Баяғы Менделеев таблицасы қазір ол көрсетсе қандай жағдайда екен. Осын салыстырсақ, міне осыған қарасақ, өздеріңіз ойлаңызшы, балалар қалай бұл таблицамен қазақша жұмыс істейді? Міне бұны да ескеру керек қой. Мынау білім жүйесі деген осы емес пе? Осыны алдын ала ескеретін. Біз жарайды, BBC, CNN, SMS, GPS дей береміз. Ол жай өзі білімге келгенде біз балаларды қалай үйретеміз? Осында ескеріп, бір жолата нүкте қойған жөн бе деп ойлаймын бұғанда.